Жаңалықтар. Ридзерде нөмірі 11 жаңа мектеп оқушыларын қабылдады. Білім мекемесінің салтанатты ашылуына Шығыс Қазақстан облысының әкімі Даниал Ахметов қатысты. Ридзерде жаңа мектеп Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қазақстанда 2025 жылдың соңына дейін 1000 мектептің құрылысы бағдарламасының жүзеге асырылу аясындағы тапсырмасымен салынған. Мемлекет басшысының тапсырмасына облыс әкімі құлақ салып, Ридзерде тәуелсіздік жылдары тұңғыш рет әдемі, заманауи техниканың соңғы түрлерімен жабдықталған мектеп бой көтерді. Даниал Ахметов жаңа мектептің салтанатты ашылуында болып, педагогтар мен оқушыларға тілектерін білдіріп, естелік сыйлығы үлкен теледидарды табыс етті. Мне очень приятно сегодня. Мен үшін бұл керемет қалада сіздермен бірге жаңа мектеп ашу өте қуанышты жағдай. 1974 жылдан бері бұл қалада жаңа мектеп ашылмаған. Бұл алғашқы жаңа мектеп. Бір жылдан соң басқа ықшамауданда дәл осындай жаңа мектеп саламыз. Құрметті қала тұрғындары, сіздерді керемет оқиғамен құттықтаймын. Сіздерге мол оптимизм, сәттілік тілеймін. Болашақта ұлтаралық келісімді нығайтып, отанға деген сүйіспеншілікті, ортақ отанымызды дамытуға бірлесіп атсалысайық. Жолдарыңыз болсын, қымбатты достар. Впервые за 30 лет независимости. Тәуелсіздік жылдарында тұңғыш рет жаңа мектеп ашылып жатыр. Біздің президент Қасым-Жомарт Тоқаевқа алғыс білдіреміз. Оның ұмтылысы мен Қазақстанда 1000 мектеп салу бағдарламасын жүзеге асырудың аясында біздің балаларымыз заманауи техникамен жабдықталған жаңа мектепте оқиды. Бұл мектеп қабырғасынан мемлекетіміздің игілігіне қызмет ететін көптеген дарынды, іскер азаматтар шығатынына сенемін. Салтанатты шараның құрметті меймандары жаңа мектепке экскурсия жасап шықты. Ғимарат 3 блокқа бөлінген. Бастауыш буынның блогы жеке кітапханасымен, шағын спорт залымен, жаңа жиһазбен, интерактивті құрылғылармен жабдықталған оқу және пәндер кабинеттерімен, гардероб аймақтары, демалыс бұрыштары және қозғалыс ойындар бұрыштары бар 2 қабат. Орта және жоғары буын блогы 3 қабаттан тұрады. Жоғарыда аталғанның барлығы онда да бар. Өз кітапханасы және үлкен спорт залы бар. Мектепте химия, физика, биология, информатикадан жаңа модификациялық кабинеттер, тілдердің мультимедиялық лингофондық кабинеттері бар. Барлығы 36 оқу кабинеті. Оның 20-сы интерактивтік тақталармен және панельдермен жабдықталған. Онан тыс, мұнда ағаш өңдеу, керамикадан, ұлдардың технология сабақтарына станоктар мен шеберханалар, ас әзірлейтін ас үй аймағы мен қыздардың технология сабақтарына кестелеу және тігу аймағы мен шеберханалар бар. Оқу блоктарының арасында 130 адам сыйымдылығымен, музыкалық аппаратурамен және жиһазбен жабдықталған акт залы орналасқан. Жеке блокта 200 отыратын орынға асхана орналасқан. Ол заманауи тұрмыстық техникамен, түстену үстелдерімен, орындықтармен, дайын тамақты тарату аймағымен, ас үй плиталарымен және қуыру шкафтарымен, шикі, салқын, балғын ыстық өнімдерді дайындауға қажетті құрылғылармен жабдықталған. Жаңа мектептің жобалық ауқымдылығы 600 орынға есептелген. Әзірге оқушылардың саны 252. Бұл қазақ және орыс тілдерінде оқитын 20 сынып. 1-ден 10-ға дейін. Мүмкін оқу жылының соңына дейін түлектер де пайда болып қалар. Облыс әкімі құрылыс сапасын және жаңа мектептің жабдықталу деңгейін жоғары бағалап, ұстаздармен тілдесті. Айта кетсек, жаңа мектепте 34 педагог жұмыс істейтін болады. Перед нами и перед вами стоит очень сложная задача. Біздің және сіздердің алдарыңызда күрделі мақсат тұр. Ол бірінші болу мақсаты. Бірінші болу деген не? Ол ұстаздың білім беру мәдениеті, адамгершілік қасиеті өте жоғары болу керек. Мемлекетте проблемалар болды. Бірақ қазір сіздердің еңбек ақыларыңыз көтерілді. Лайықты деңгейге жыл сайын артып келеді. Енді еңбек ақысы жоғары мамандықтарды іздеуге еш себеп жоқ. Ол қуанарлық жағдай. Президенттің айтқанын тыңдадыңыздар. Бюджеттік саланың еңбек ақысы бірінші кезекте, ұстаздардың еңбек ақысы өсе береді. Жаңа мектеп логистика тұрғысынан, құрылыстың сапасы жағынан өте жоғары деңгейде сапалы салынғанына көз жеткізіп тұрмыз. 1974 жылдан бері салынған жаңа мектеп. Мектеп іші ғана емес, маңайы да әдемі. Тротуарлық плита, газондар, асфальттанған жолдар, жарықтандырылуы, орындықтар, самалжай. Мектеп аумағында балалардың спорттық және шынығу алаңшалары, тәжірибелік эксперименталдық алаңша,
химия, биология және технология сабақтарынан бастапқы әскери дайындық плацы бар. 6 ықшам ауданында салынған нөмірі 11 жаңа мектебінде сапалы және заманауи білімге бүкіл жағдай жасалған. Облыс әкімі Даниал Ахметовтың айтуынша, Риддердегі жаңа мектеп тек алғашқы қарлығаш. Жақын арадағы уақытта тағы бір мектеп салынатын болады.